Украинлерге адале дүйгісіні қайтарымаға дәулетінің иқтисадиін кешафы кебі мұйымдар. Бұл ақта Украина президенті Володимир Зеленский Ялта Европа стратегиясы форумында білдірді. Ишаншыны қабаржылыққа қаршы күре швеста тусларына бақмадан жинаятчыларыны жезаға құратуынен қайтарajaq ола. Бұның еле әсас вазифелерден бірі оларақ президенттан бастаки женкнің тоқтатылмасыны сая. О халқара топлылығыны Русияге қаршы қойылған санкцияларны сақлап қалмаға давет етті ве Нарманд форматында Курошевны октябрьнің сонуна илян етті. Бұның еле конференцияда Эстония ве Финляндия президентлері чықышта болынды. Олар Европаның зор заманларында Украинаның Европаға бүтінле шуф интулувларыны алғышлады. І зараз у мене та у моїй команді Шымды менде ve менің тақымда қуанмақ үшін себеп бар. Бұл атандашларының бұйық ишанчы. Бұйық ишанчы е бұйық мүсулиет. Чүнки егерде епіп оламасамыз, бұл кене бүтін халқы депрессия алына кетірежек. Бақытсызлықтан да финатек махкүмлік ола біле. Там бақыт қуанчы чүн дұшманларымызны енмеге керекміз. Тек тышқы дұшманларымызны дегіл, ама Украин бақытның дұшманларыны да. 2011 сенесі Эстония Европа бірлігінің парчасы олды. Адей шартларда бұл садеже техники адым олды. Да бір мемлекетте қошылды іште. Амма Европа бірлігіндегі бұхран шартларында бұна қарманже бір адым оларақ бақтылар. Бақынызда бір мемлекет Европа бірлігіне қошылмаға істей. Олар біз кендіміз инанмағанымыз заман істейлер. Мұна енді да Украина кейесі пейдалды. Сіз көрешесіз, бұл сәрбес дүнияға сәрбесті жеретке қошылмаға істейсіз. Бұл пек яқшы.